Елде алғашқы атом электр станциясының АЭС атом электр станциясына келіп атом станциясының АЭС құрылысын же атом электр станциясын салу туралы пікірталасқа бүгін 1938 жылы Отто Ган және Фриц Штрасман есімді Германия химиктері нейтрон уран атомдарының ядросына соғылған кезде оның екі бөлікке бөлінетінін анықтады. Бұл процесс барысында орасан зор энергия бөлініп шығады. Сонымен қатар ядродан тағы бірнеше нейтрондар ұшып шығып, олар басқа атомдардың бөлінуіне себеп болады. Осылайша тізбекті ядролық реакция басталады. Нәтижесінде өте көп энергия бөлінеді. Алғашында бұл жаңалық әскери мақсатта қолданылды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде алғаш атом бомбасының жасалуына негіз болды. Бірақ уақыт өте келе адамзат атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалануды үйренді. 1954 жылы Кеңес одағындағы Обнинск қаласында әлемдегі алғаш атом электр станциясы іске қосылды. Электр энергиясын өндіре бастады. Дегенмен ондаған жылдар бойы ядролық қару жарысы адамдардың санасында атом энергиясына деген қорқынышты қалыптастырды. 1979 жылы ақш-та атом электр станциясындағы апат туралы Қытай синдромы фильмі жарық көрді. Ал 2 аптадан кейін Three Mile Island станциясында шынайы апат орын алды. Сонымен қатар қазақ халқының санасында қорқыныш түстердің біріндей болған Семей ядролық сынақ полигоны. Ол әлемдегі ең ірі ядролық сынақ алаңдарының бірі болды. 1949-69 жылдар аралығында 456 ядролық сынақ өткізілді. Оның ішінде 116 атмосферада, 340-ы жер астында жүргізілді. Сынақтың салдары өте ауыр болды. Кейбір жарылыстардың қуаты Хиросимаға тасталған атом бомбасынан ондаған есе күшті болған. Адамдар арасында қатерлі ісік аурулар көбейді. Лейкемия, қалқанша без аурулары, туа біткен кемістік, бедеулік пен генетикалық мутациялар, сәуле аурулары, ресми бағалаулар бойынша радиация әсеріне 1 миллионнан астам адам ұшыраған. Қоршаған ортада топырақтың радиоактивті ластануы, кейбір жер асты суларының ластануы, өсімдіктер мен жануарларға әсері, кейбір аймақтарда радиоактивті изотоптардың жиналуы. Тікелей радиациялық әсер полигон жабылғаннан кейін айтарлықтай азайды. Алайда кейбір жерлерде радиация деңгейі әлі де жоғары. Және Чернобыль мен Фукусима оқиғаларда адамдардың атом энергетикасына деген қорқынышты одан әрі күшейтті. Бірақ атом электр станцияларының жұмыс істеу принциптері өте қарапайым. Уран 235 ядроларының бақыланатын бөліну кезінде көп мөлшерде жылу бөлінеді. Бұл жылу суды буға айналдырады. Бу турбинаны айналдырады, ал турбина генератор арқылы электр энергиясын өндіреді. Кейін бу салқындатылып, жүйеге қайта жіберіледі. Көпшілік ойлағандай, реакторды салқындату үшін пайдаланылған су радиоактивті қалдыққа айналып кетпейді. Ол арнайы жүйелер арқылы айналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Сондықтан әлемнің көптеген елдерінде атом станциялары өзендер мен су қоймаларының жанында ондаған жылдар бойы қауіпсіз жұмыс істеп келеді. Бүгінде атом энергетикасы бұрынғыдан әлде қайда қауіпсіз. Чернобыль мен Фукусима сияқты апаттардан кейін қауіпсіздік талаптары бірнеше есе күшейтілді. Заманауи реакторлардың бірнеше қорғаныс қабаты, автоматты тоқтату жүйелері және төтенше жағдайларға арналған арнайы қорғаныс құрылымдары бар. Адам күн сайын табиғи радиацияның әсерінде өмір сүреді. Радиация жер қыртысынан, ғарыштан, судан және тіпті адамның өз ағзасынан да бөлінеді. Көп адамдар білмейтін қызықты факт бар. Көмір электр станцияларының жанында тұратын адамдар кей жағдайда атом электр станциясының жанында тұратын адамдардан көбірек радиация алуы мүмкін. Себебі көмір құрамында табиғи радиоактивті элементтер кездеседі. Бірақ басты мәселе радиация емес. Көмір мен мұнай жағылатын кезде атмосфералық көмір қышқыл газы, күкірт диоксиді, азот оксиді және де басқа да зиянды заттар бөлінеді. Олар өкпе ауруларын, жүрек қан тамыры ауруларын, қатерлі ісік және миллиондаған мезгілсіз өлім жағдайларын тудырады. Тоқтаңыз, атом станцияларынан да атмосфераға зиянды заттар бөлінбей ме? Жоқ, атом электр станцияларындағы гипербарит пішінді мұржалар көбінесе түтін емес, су буын шығарады. Бұл құрылыстар салқындатқыш мұнара деп аталады. Реакторда өндірілген жылудың бір бөлігі электр энергиясына айналады, ал қалған артық жылуды сыртқа шығару керек. Сол үшін ыстық сулары салқындатқыш мұнараға жіберіледі. Сіз көріп тұрған ақ бұлт сол су буы. Сондықтан көптеген сарапшылар атом энергетикасы климаттың өзгермеуімен күресетін негізгі құралдардың бірі деп санайды.
Қазіргі таңда әлемнің 30-дан астам елінде шамамен 440 атом реакторы жұмыс істеп тұр. Олар әлемдегі электр энергиясының елеулі бөлігін өндіреді. Ал Қазақстан үшін атом энергетикасының маңызы одан да жоғары. Қазақстан 2009 жылдан бері әлемдегі ең ірі уран өндіруші мемлекет болып келеді. Бүгінде әлемдік уран өндірісінің шамамен 40% біздің еліміздің үлесіне тиесілі. Бірақ осы уақытқа дейін Қазақстан өз уранның негізгі бөлігін шикізат ретінде экспорттап келеді. Елімізде электр энергиясына деген сұраныс жыл сайын артып жатыр. Өнеркәсіптің дамуы, халық санының өсуі, жаңа технологиямен жасанды интеллект орталықтарының көбеюі электр энергиясын бұрынғыдан да көп қажет етеді. Сондықтан Қазақстанда 3 атом электр станциясын салу жоспарлануда. Біріншісі Балқаш көлі маңындағы үлкен ауылда салынбақ. Алғашқы реактор 2034-35 жылдары іске қосылу жоспарланған. Сонымен қатар екінші және үшінші атом станцияларының жобалары да талқыланып жатыр. Бұл жоба елімізге бірнеше артықшылық береді. Біріншіден, Қазақстан электр энергиясын тұрақты түрде өндіре алады. Екіншіден, көмірге деген тәуелділік азаяды. Үшіншіден, болашақта электр энергиясын көрші мемлекеттерге экспорттау мүмкіндігі артады. Төртіншіден, уран өндіруші ел ретінде біз өз табиғи ресурсымызды әлде қайда тиімді пайдалана аламыз. Энергия тығыздығы жағынан уранға бәсекелес жоқ деуге болады. Шамамен 1 килограмм байытылған ураннан алынатын энергия мыңдаған тонна көмір немесе миллиондаған баррель мұнайдың энергиясымен салыстыруға келеді. Сондықтан атом энергетикасы аз отынмен көп электр энергиясын өндіруге мүмкіндік береді. Әрине, атом станцияларын салу оңай емес. Бұл миллиардтаған доллар инвестицияларды, жоғары технологияларды және қатаң қауіпсіздік стандарттарын талап етеді. Бірақ дәл осы талаптар оны адамзат тарихындағы ең бақыланатын және ең қауіпсіз энергетикалық технологиялардың біріне айналдырады. Болашақта күн және жел энергетикасын дамыту жалғаса береді. Алайда күн әрдайым жарқырап тұрмайды, жел де үнемі соқпайды. Сондықтан тұрақты жұмыс істейтін қуатты энергия көзі қажет болады. Көптеген мамандардың пікірінше, дәл осы жерде атом энергетикасы жаңартылған энергия көздерінің сенімді серіктестеріне айналады. Біз атом энергиясынан қорқып емес, оны дұрыс пайдаланып үйренуіміз керек. Себебі бүгін қабылданған шешім ертеңгі ұрпақтың өмір сапасын анықтайды. Егер барлық жоба ең жоғары қауіпсіздік стандартымен, сапалы инженериямен және толық жауапкершілікпен жүзеге асырылса, атом энергетикасы Қазақстанның энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, болашақ ұрпаққа тұрақты әрі сенімді энергия көзін қалдыруға мүмкіндік береді. Болашақтан қорқып емес, оны сауатты жоспарлап, дұрыс құру керек. Видео пайдалы болды деп үміттенемін. Арнаға жазылып, лайк басып, видеомен бөлісуді ұмытпаңыз. Және міндетті түрде санаңызды кеңейтіп, миыңызды қуаттаңыз.